Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге балық қуырып көрсетемін. Өте дәмді, тез дайындалатын балықты қуырып көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тазаланған балықты қуыруға бөлшектеп аламыз. Бөлшектеніп алған балықты үстіне тұзды молырақ салып, жарты сағатқа қоямыз. Салқын суға салып қоямыз. Тұзды суға араластырып, тұзы ерігенше қолымызбен араластырамыз. Қағаз жайып, қағаздың үстіне ұнды себелеп қоямыз. Себебі қазір балықты пісіру үшін қажет. Мінекей, малма суда дайын тұрған балықты суынан сорғытып, ұнның үстіне жайғастырамыз. Ұнға балықтарды айналдырамыз, екі жағын қапталын. Отты жағып, ыдысқа майды молырақ құямыз. Себебі балық мол майда қуырылса жақсы болып піседі. Қызған майдың үстіне балықтарды орналастырамыз. Балықты майға салар алдында балықты сілкіп, қағып, ұнынан сәл де болса ажыратамыз. Себебі ыстық майға түскен ұн жалындап күйіп кетуі мүмкін. Осылайша вилкамен арасында асты жабысып қалмас үшін, бір-біріне жабысып қалмас үшін ажыратып қарап тұрамыз. Енді екінші жағын пісіреміз, аунатып. Екінші жағы да қызарып пісті. Енді тағы да бірінші жағын аунатып, тағы да сәл пісіріп аламыз. Балығымыз екі жағын пісіріп болдық. Жақсылап пісіріп алдық. Енді майдан сорғытып балықтарды аламыз. Мінекей осылай тез арада жылдам дайындайтын әдісімен сіздерге бөлістім. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, тұзы сіңген балық болып шықты. Өте дәмді, иісі де керемет болып шығып жатыр. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем, менің ютубтағы көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа дайындаған нан қуырдақ рецептімен бөлісемін.
Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасайық. Өте дәмді. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдын ала біз қамырды илеп аламыз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, 100 мл су және тұз қажет болады. Бір жұмыртқа. Оның үстіне жұмыртқаны жарып, қамыр илеймін. Қамырды кәдімгі етке салатындай етіп илеп аламын. Қамырды илеп болған соң, иі қанғанша бастырып қоямын. Бізге енді қажет картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат және ет қажет болады. Енді 500 грамм етті орташа етіп қоруға дайындап турап аламын. Етті турап алып жатырмын. Қазанға майды құйып, қыздырып, үстіне қызған майдың үстіне 3 қайтара жуылған етті салам. Үстіне бір ас қасық тұз салдым, қызарғанша қуырып шығамын. Еттің үстіне, қуырылған еттің үстіне салу үшін пиязды турап аламын. Қазанда қуырылған еттің үстіне туралған пиязды саламын. Жақсылап қызарғанша қуырамын. Қуырылған еттің үстіне су құямын. Енді сәбізді турап аламын.
Сәбізді ұзынша етіп, одан кейін 4 бұрышты етіп тураймын. Картопты да ұзынша етіп, одан кейін 4 бұрышты етіп турап аламын. Енді 40 қабатты да дәл солай тураймын. Қабатты да турап жатырмын. Қуырылған еттің үстіне алдымен сәбізді саламыз. Кішкене жұмсарғанша қуырып, одан кейін картопты, қабатты саламыз. Болгар бұрышында, 2 дана болгар бұрышында қосуға болады. Менде болмағандықтан қоспадым. Осылайша барлығын араластырып, майға қуырып аламыз. Енді үстіне тұз сеуіп, бір ас қасық томат салып араластырып қуырамыз. Үстіне суды құямыз. Суымыз сәл көбірек құюымыз қажет. Қайнайды. Қайнаған соң үстіне қамыр саламыз. Сол себепті суды сәл көбірек құюымыз қажет. Енді 1 дана пиязды турап аламыз.
Одан кейін бастырып қойған қамырды оқтаумен жаямыз. Енді қамырды жайып болдым. Үстіне сұйық майды құйып, туралған пиязымызды ортасына себелеймін. Пиязды қолыммен жайғастырып, қамырға жаямын. Одан кейін қамырды ораймын. Осылайша қамырды орап алдым. Енді қайнап тұрған қазанға оралған қамырды саламын. Қамыр суға батып тұру қажет. Мінекей, нан қуырдағымыз дайын. Қамырды алып тірлікеге орналастырамын. Өте дәмді, керемет. Осылай тәлікеге орналастырып, ортасына қуырдақты салып ұсынасыздар. Қамырынан кесіп, ортасына қуырдақтан салып жей бересіздер. Өте керемет, кешкі асқа дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалатын, өте тез жасалатын салаттың түрін көрсетемін. Ең алдымен бізге капуста қажет. Осындай капустаны екіге бөліп, жаңа капуста болса өте жақсы болады. Осылай жұқалап турап аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқалап
осылай айналдыра турап ыдысымызға саламыз. Ыдысымызға өзімізге қажетті капустаны салдым. Енді қолдың көмегімен үстінен басып, жұмсартып араластырамын. Енді бізге қияр қажет. Қиярды осылай жұқалап, дөңгелекше етіп турап, одан кейін ұзынша етіп турап аламыз. Бұл салат өте дәмді, керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Енді кезекті помидор турау. Осылай помидорды да ұзынша етіп турап аламыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Енді бір түйір сәбізді теркадан өткізіп, оны да ыдысымызға салып, үстіне бір шай қасық толтырмай тұз себеміз, және майонез қосамыз. Және дәмін келтіру үшін қара бұрыш қосамыз. Осылайша барлығын жақсылап араластырамыз. Араласып болған соң барлық ішіндегі заттардың, тұздың, бұрыштың барлығының дәмі бірігу үшін 5-10 минутқа қоя тұрсаңыздар болады. Одан кейін жеп көрсеңіздер, өте дәмді, керемет салат болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа, ауызашарға орама жасап көрсетемін. Менің видеомды соңына дейін бірге көріңіздер. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен орама жасау үшін қамырын илеп алуымыз қажет. Ертерек қамыр илеп бастырып қоямыз. Суға тұзды салып, араластырып, ұнның үстіне жұмыртқаны жарып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Неге қамырды илеп алдым. Енді қамырды ие қанғанша бастырып қоямын. Оған дейін қамырдың ішіне салатын салмасын дайындаймын. Алдын ала пиязды қабығын ашып дайындап қойдым. Енді жұқалап турап, оны майдалап, төрт-бұрыштай етіп турап жатырмын. Пиязды өте ұсақтап тураған, әдемі көрінеді, сондықтан өте ұсақтап турадым. Енді ораманың ішіне мен асқабақ қосамын. Асқабақты теркадан өткізіп алдым. Ыдысқа фаршты саламын. Одан кейін туралған пиязды, одан кейін дайын болған теркадан өткізілген асқабақты, тұзын, бұрышын
қосып, және үстіне кішкене сұйық май қостым. Барлығы жақсылап араластырамын. Енді қамырымызды екіге бөліп, тағы да кішкене бастырып қоямын. Осы кезде отқа, газға мантоварканы қойып, суды қайнатамын. Енді қамырды жұқа етіп жаямын. Қамырдың жұқа болуы өте әдемі көрінеді және дәмді болады. Қамырды жайып алдым. Енді ішіне салатын салмасын жайып жатырмын. Енді қамырды ораймын. Суымыз қайнап тұр. Әдепкі осы бірінші жайманы мантоварканың ыдысын майлап, алғашқы жайманы пісіре беремін. Енді екінші жайманы жайып, оны да дайындаймын. Қамырды жайып болып, ішіне салмасын салып, оны да орап, пісіруге қоямын. Әр жайманың пісіру уақыты 40 минут деп есептеп аламын. Осылайша екінші жайманы да майланған мантоварканың ыдысына орналастырып, қайнап тұрған ыстық судың үстіне қоямын. Неге енді орамамыз дәмді болу үшін пиязды жұқа етіп турап аламын. Подливка жасауымыз қажет. Бір сәбізді теркадан өткіздім. Енді тапаны қыздырып, үстіне сары май саламын. Сұйық майдан гөрі сары маймен піскен подливка өте дәмді болады. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Еріген майдың үстіне алдымен сәбізді саламын. Одан кейін пияздың үстіне кішкене тұз себемін. Осылайша отта барлығын араластырып, бетін жауып қоямын.
Подливкамыз күйіп кетпес үшін арасында араластырып қоямын. Мінекей орамамыз дайын, уақыты болды. Бізді кешкі асқа ауызашарға дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар.